Рамазан оразасын бұзып алдым-ау деген күдік болса, қайта өтеген дұрыс па депті. Заңды некесі жасалған дейді, ЗАГСке барған секілді, бірақ мешітте жасалмаған. Жаназа кезінде бір енді елге еңбегі сіңген адамдардың бір арулап шығарып жатады, суретін қойып қояды. Бірақ жаназаны сол суретке қарап оқып жатамыз депті. Қарыз оразаны бөліп ұстауға бола ма депті. Умраға бару үшін кіші қажылыққа қарызы болмау керек па депті. Енді мынау. Ассалаумағалейкум, ардақты көрермен, бұл жауабы бар хабары бүгін кезекті сан өздеріңізге ұсынамыз. Біз әдеттегідей сіздерден сауал жинап алған болатынбыз. Соның 10 сұрақты бүгін Наиб муфти Қазақстан мұсылмандар діни басқарма шариғат және пәтуа бөлімінің меңгерушісі Сансыбай Құрбанұлы ұстазға жолдағалы отырмыз. Ұстаз, қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Қош болдық, рахмет. Ұстаз, енді Рамазан айы бітсе де әлі Шәуәл айындамыз, бірақ осы Рамазанға қатысты бірнеше сұрақ бар екен. Соның алғашқысы, Рамазан оразасын бұзып алдым-ау деген күдік болса, қайта өтеген дұрыс па депті. Бірінші сауал. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Уассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалям. Сумма амма бад. Енді Рамазан құлшылықта бұл не болу керек? Сенімділік болу керек. Сенім күмәнмен не қылмайды дейді, жоғалмайды дейді. Ол мұна уаспасаға түсіп қалмау керек. Өзі нақты ораза ма, оны оразасы бұзылған жоқ па, оны не қылмайды, оны өтелмейді. Бұны ереже бар фиқта, сенім күмәнмен кетпейді. Сенімді кетіре тұрған күмән. Оған мысалы, сіз несіз? Таңертеңсіз, күндіз, оразасыз. Күн батқанын көрген жоқсыз. Күн батқанын көрген жоқсыз. Болмаса сіз түндесіз, түн сенім. Енді мысалға таң атып қалды деген ол күмән болуы мүмкін. Сіз тамақ жедіңіз, таң атқаны анық болмаса, сіздің оразаңыз не бұзылған жоқ. Сол сияқты сіздің дәретіңіз бар. Дәретіңіз сенімді. Бұл күмәнға адам уаспасаға түсіп қалса, ол қиын болады. Тек қана оның оразасы ашылғаны анық болса ғана, сол кезде ғана оны не алады, оның қазасын өтейді. Күмәнға түсіп, бұндай мәселеге кіре бермеу керек. Енді Шәуәл айы әлі бар, осы Шәуәлға қатысты сұрақ қойған екен. Шәуәлдің 2 күн ұстадым, қалған 4 күнін ай біткенше ұстасам бола ма депті. Енді Алла разы болсын, енді мына оразаны бір ай ораза тұтып, артынан Шәуәл 6 күн ораза тұтқанға Аллаху Субхану ва Тағала не 1 жылдың сауабын береді дейді. Осыны біз түсінуіміз керек. Бұл қамари айымен есептелінеді. Қамари айымен. Мысалға 29 күн тұтты ма, оны 10 күн көбейтсек не болады? 290 болады. 6 күні 60 күн болады. 290-ға 60-ты қоссақ не болады? 350 болады. Енді біреулер айтады, бір жылда 365 күн қойды. 365 күн ол не бол? Григорий есебіменен. Жер күнді айналуменен. Бұл ай жерді айналуменен не алады? Есептелінеді. Енді 350 күн болса, ай есебіне 354 күн болады. Бұнау шариғатта 5 күн ораза тұту не болады? Харам болады. Ол Рамазан айты күні бірінші күні, кейін құрбан айттың бірінші күні, кейін айямы ташрик және де 3 күн. Құрбан айты менен 4 күннен 5 күн ораза. Соның 1 жылдықтың сауабын алады. Шәуәлде ораза тұтқанда қатарынан 6 күн тұт деген жері жоқ. Тұтса жақсы. Оны бөліп тұта береді. Жаңа бауырымыз ба, қарындасымыз ба, ағамыз ба, апамыз ба 2 күн ораза тұтып қалған 4 күні қалса, осы Шәуәл айын ішінде бітіріп тастаса болды. Иншалла, Аллах Тағала оның оразасын иншалла қабыл алсын деп Алладан сұраймыз иншалла. Ұстаз, енді оразаға қатысты екен, тағы бір сауалы, қарыз оразаны бөліп ұстауға бола ма депті. Қарыз оразаларды да делады бөліп ұстайды. Тек қана кафарат оразасы, Алла сұрасын, Рамазанда әтелеп, тамақ ішіп, су ішіп қойған болса, әйелімен қосылған болса, оны кафарат дейді, 2 ай дейді, 60 күн дейді, оны үзбейді. Амына қаза оразаларды бөліп ұстай беруге шариғатымыз делады, оны рұқсат береді. Шәуәл айының осы уақыты қашан бітеді біздің күн санақта депті? Шәуәл айы енді Құда қаласа 20 мамыр күні, ол енді Шәуәлдің ақырғы күні. 21 мамыр Зүлқаданың 1 күні. Осы 20 мамырға дейін оразаларын бітіру керек. Және де осы жерде бір сұрақтар болады.
қазаны бірінші тұтайын ба, не шәуалды бірінші тұтайын ба, мүмкіндігім болса сол қазаны өтеп алғаны жақсы. Өйткені кім 30 күн, бір ай оразаны тұтып, кейін барып 6 күн шәуал дейді ғой. Енді шәуал өтіп кете тұрған жағдайда болса ғана ол не шәуалды тұтсын. Және де осындай бір сұрақтар болады. Қаза менен шәуалды не дейді? Ниетін бір қылсам бола ма дейді. Ол болмайды. Қазаның ниеті жеке болу керек. Қазаның ниеті түннен басталады. Ол неге дейін таң атқанша ниет қылу керек. Ал ненеке шәуалдікі бұл нәпіл оразасы. Бұны түске дейін нейді? Түске 1 сағат қалғанша ниет қылса болады. Сондықтан екі нәрсені, екі амалды бір ниетпен орындауға болмайды. Қазаны ниет қылды ма, қазаны ниет қылсын. Шәуалды ниет қылды ма, шәуалды ниет қылсын. Дүйсенбі, пейшенбі ниет қыла ма, сол дүйсенбі, пейшенбіні әрқайсысын жеке ниет істеу керек. Ұстаз, енді өзіңізден де көп сұрайтын шығар, осы ерлі-зайыптыларға байланысты бір сауал келіп түскен екен. Соның бірін жеткізейін. Ерлі-зайыптылардың арасында 9 ай қатынас болмаса депті. Соны сұраған екен сізден. Ерлі-зайыптың арасында 9 ай, 1 жыл қатынас болмаса талақ түсе ме деген сұрап атқан шығар. Ондай талақ түспейді енді, ол сапар. Бұл Құдай сақтасын, шариатта иля деген нәрсе бар. Бұлар әйелі не айтса, күйеуі мен саған қосылмаймын деп, мен саған төсекте бірге жатпаймын деп, сол валлахи биллахи таллахи десе, сол 4 айдағар қосылмаса, ол жерде не болады, ихтилаф бар. Абу Ханифаның ойы бар, Имам Маликтің ойы бар, талақ түсіп кетеді деген не жағдай бар ол жерде. Ал енді өзі сапарға кетіп қалды. 1 жылға ма, 2 жылға ма, ол сапарға кетуменен оған не талақ түспейді оған. Ұстаз, енді қабірге байланысты сұрақ келіп түсіп, тағы да марқұмның басына суретін қою дұрыс па, әлде тек аты жөнін жазамыз ба депті. Шариғатта сол марқұмның басына бір тас қоюды не оқасы жоқ. Пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи өзінің сүт бауырынан басына не белгі ретінде бір тас қойған. Тасқа тек қана аты жөні, қашан туылды, дүниеден қашан өтті, соны ғана не жазу керек. Бірақ оған сурет қою болмайды, шариатта сурет қою. Бұл нәрсенің барлығы кешегі өткен бабаларымыз алдыңғы олардың қабырларына барсақ, ондай сурет жоқ. Сурет кейін келді мынау. Мынау етене араласқан кезде, коммунистер келген кезде, басқа келген кезде осы нәрсе араласты. Сурет бұл шариғатта не алады, тыйым салады сурет қоюды. Және де оларға аятты да жазудың қажеті жоқ. Ол тас құлайды, аят аяқ асты болады. Айдың суретін қойса не, ол жарайды. Аты жөнін жазып, сол барған адам соның басына Құран оқуға белгі болса, оның шариатта ешбір оқасы жоқ. Және де бір мүсім қойып жатады, мүсім де болмайды. Кейбір жерлерде мынау пәни дүниеге байланысты нәрселерді, мүсімдерді қойып қояды да бір кәсібіне байланысты. Кәсібіне байланысты бір сондай нәрселер болмайды пәни. Бұл не бақи, мәңгі. Ол қабырды да енді құрмет қылу керек, бірақ оны қайта-қайта сәндей беруге болмайды. Ол бәрі солай кете тұрған нәрсе ғой, ақырет деген нәрсе. Оны қоршап қою керек, ол мал баспау керек. Ішіндегі мына өскен көк шөптер бар ғой, ол Аллах Тағаланың дәріптейді. Сол шөпті де орып алған, ормай тұрған жақсы. Шөп қурағаннан кейін, сол қатыра күн дейді ғой бізде, сол шөптің бәрін тазалау керек. Оны іштей өртеп жіберіп те болмайды. Бұл пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам тірі адам қандай құрметті болса, мәйіт те сондай құрметті. Мәйіттің қолын сындыру тірі адамның қолын сындырғанмен барабар деген. Ол енді мұсылмандардың қабірі ма, оны қоршап, мал кірмейтіндей аяқ асты болмау керек. Оған жақсы нәрсемен тұру керек. Мұсылмандардың қабірлары, ата-бабамыздың қабірлары қандай болды? Тек қана аты жөні сол руы жазылады. Оны әсемдей беруге болмайды айрықша. Ұстаз, енді кей жерлерде байқап жатамыз, осы қайтыс болған кезде, мына жаназа кезінде бір енді елге еңбегі сіңген адамдардың бір арулап шығарып жатады, суретін қойып қояды. Бірақ жаназаны сол суретке қарап оқып жатамыз депті. Осы қалай болады деген сауал келіп түсіпті. Енді біз альхамдулилlah мұсылманбыз. Мұсылман болғанымызға кешеден бері емес, дініміз бен дәстүрімізден шығып кетпеуіміз керек қой.
бұл суретті қою басқа біздің дінімізде де дәстүрімізде де бұл не жоқ нәрсе. Кейін келді ғой. Кейін келген, бұдан не ұзақ болу керек екен. Әлбетте суретке қарап ол намаз оқылмайды. Суретте соны қоюдың да керегі жоқ, сол жаназаға не алады. Жаназада тұрған кезде біледі, пәленшенің баласы түгенше, пәленшенің қызы түгенше. Дұға қылар кезде шеттен адам келсе, имам айтады, мына ер кісінің дұғасын оқыңдар, әйел кісінің дұғасын оқыңдар деп айтып жатады. Оны суретін қою, ол шариғатқа бұл артықша нәрсе, қайшы қарама-қайшы нәрсе. Бұны доғару керек негізі. Енді қажылыққа байланысты мына умраға келіп түсіпті сауалдар. Соның бірі, умраға бару үшін кіші қажылыққа қарызы болмау керек пе депті. Енді мына умраға баратын адамның қарызы болмау керек пе деп сауал сұрапты. Енді міне шариғатымыз адамға шамасы келмеген нәрсені әбігерге салмайды. Оны калима дейміз, бірінші намаз, ораза, зекет, қажылық. Зекетті де дүниесі нысапқа жеткен, оған 1 жыл болу керек, өсетін болу керек. Енді қажылық деген бұл парыз тура исламдағы. Бүкіл мұсылманға парыз. Бірақ шамасы келген адамға оны орындау керек. Ол қарыз алып қажылыққа да, умраға да барудың қажеті жоқ оның. Қиналып, өзіңді негеді. Қажылыққа барған кезде де өзіңнің дүниең болу керек. Және де сен барып келгеніңше не болу керек? Семьяң тарғып қалмау керек. Умра Абу Ханифа мазхабында, рахматуллахи, бұл жерде не бұл сүннат. Әзір көп жастар не қыптар, тура оған махаббаты жақсы. Кейбір жас келіншектер кетіп қалып жатыр, қыздар кетіп қалып жатыр. Мынау қажылық дейді ғой, қажылық еркекке де әйелге де парыз. Біздің мазхабта көп, мазхабтарда мысалға үйдегі сүннайды, келініңіз, келін дейік, ол қажылыққа бармады. Содан қайнатаңыз келіп, немесе қайнағаңыз келіп, оны алып қажылыққа кетіп қалса болады. Сіз рұқсат бермесеңіз де, оның бұйрығын орындау керек қой бұл жерде. Енді имам Малик те айтады, бәр күйеуін рұқсаты керек дейді. Ал умрада бұл не сөзсіз не болу керек? Күйеуін рұқсаты болу керек. Және де бір түсінбеушіліктері. Умраға барып келген адам айтады, менің мойнымнан қажылық түсті дейді. Жоқ, оның мойнынан қажылық түскен жоқ. Қажылықты білесіздер, бұл уақытқа, орынға, және де күнге байланысты. Оның Зүлхиджа айында болады. Оның Арафат бар, Муздалифа бар, Мина бар, Жамарат бар. Енді умрада енді екі, не дейміз, екі парыз, екі уажып, бір екі сүннат қой жаңағы. Бауырымыздың сұрағы жаңағы бұл енді қарызым бар, сол умраға барам ба, әлде сол қарызымды өтегенім дұрыс па деген секілді келтіріп тұрған сияқты. Әлбетте енді жаңағы бізде қазақта да сөз бар ғой, шариатта бар екен деп аталарымыз айтатын еді ғой. Аллах Тағала айтады екен, пендем маған қарыз болып келсең де пендеме қарыз болып келме деп. Аллах Тағала рахматыменен, мағфиратыменен кешіріп жібереді. Осы пендеге қарыз болған пенде ғой ол. Пайғамбар исламның хадисінде бар ғой, кім кедей деді. Сонда сахабалар айтты, түйесі жоқ, сиыры жоқ, түйесі жоқ, дирхамы жоқ деді. Жоқ деді. Қарыз, кім болады деді, кедей. Қияметте сауапты да күнәні де жинап барады дейді. Сонан Құдай сақтасын, ананы ақысын ап қойған, мынаны қарызын қайтармаған біреуді сөккен, соның бәрін қайтарады. Ақырында енді сауабы таусылады. Енді не істеймін дегенде олардың күнәсін артады. Сондықтан бірінші осы пенделердің араны не алу керек қой? Жақсы шешіп алу керек. Раббіміз мейірімді, дұға қылса, иншалла барады. Әлбетте. Байтуллаға деген, Макка, Мадинаға деген біздің халқымыздың махаббаты өте жоғары. Алла разы болсын, иншалла. Әрекет қылса, өзінің қарызын өтеп, кейін барғаны жөн. Мынау енді кейбір бауырларымыз осы черный касса жинап барып жатады, бір 10 адам. 100 мыңнан, 200 мың. Сол дұрыс па осы? Енді олар жиналған кезде бір не болу керек қой? Осы ақырғысы қажылыққа барғанша анау неден ойыннан шығып кетпеу керек та. Ол мәжбүри болмау керек. 10 адам келістік, кезекпен барайық. Үй алуға да келіссе болады, сол дүние ғой енді. Бірақ ақырғысы өзің қажылыққа, умраға барып келген кейін жоқ, мен ойнамаймын деген, ол не? Болмай қалады. Заңды некесі жасалған дейді, ЗАГСке барған секілді, бірақ мешітте жасалмаған. Осы қабылданама деп жатыр.
Осы жөнінде ақаз жөнінде бізге сұрақтар келді ғой. Ақаздағы неке болып есептеле ме деп. Біз ардай осы Астана қаласында сол неге бардық. Ақаз бөліміне бардық. Солардың көбінесе бұл шариғатқа сай болмайды. Олар келеткен онлайн дейді, офлайн дейді. Келетті үйленем деген жастар несін жазып кетеді. Өтініш үшін. Бір айдан кейін оларға, бір ай ма, бір аптадан кейін оны шығарып береді. Бұл енді неке деген бұл шариғатта бұл үлкен келісім деген. Бұл оңай нәрсе емес. Оның өзінің шарттары бар, рукіндері бар. Шарттары олар үйленуге туыс болмау керек, оның басы бос болу керек деген сияқты. Ол не болу керек? Разы болу керек. Олар разы болу керек. Екеуі бір мәжілісте болу керек, бір орында болу керек. Пәленшенің қызы түгенше, мына пәленшенің баласы түгеншеге оған өмірлік жар болуға разы болдың ба деп, ол өткен шақпан айту керек. Келер шақпан бола, мен разы болдым деу керек. Пәленшенің қызы түгенше пәленшеге өзіңді өмірлік не болуға, жолдас болуға ұсындым деу, ана қабыл алдым деу керек. Не бұл? Кейінен кемінде екі куә болу керек, ер кісі. Болмаса бір ер кісі, екі әйел болу керек. Ақаз бөлімдегілер айтады, оны арнайы өздері талап қылса ғана біз оны істейміз дейді. Сол жерде адамдар жиналып, осы нәрсе айтылса, ижап қабыл дейді. Ижап деген бірінші тараптан айтылған нәрсе да, екінші тараптан қабыл дейді. Сол жерде не болса, куәлар болса, ол неке болып есептелінеді. Ал ол нәрсе болмаса, ол шариғи неке болып не есептелмейді. Осыған өте мұқият болғаны жақсы. Жақсы, ұстаз, Алла разы болсын. Алла разы болсын. Уақытыңызды бөліп сауалдарымызға жауап бергеніңіз үшін. Қадірлі көрермен, бұл жауабы бар хабар болатын. Міне сіздерден келіп түскен таңдаулы сұрақтарды біз ұстазымызға жеткіздік. Эфир барысында иншалла өздеріңізге осы комментарий жазып, эфирдің астына сауалдарыңызды жолдай аласыздар, біз ұстаздарымызға жеткіземіз. Шариғат және пәтуа бөлімінің меңгерушісі Сансызбай Құрбанұлы ұстазға Алла разы болсын. Аман сау болыңыздар.